Musulmandық басталады, сүндетке отырғызу міндет oldu. Осылай мұсылмандық басталады. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Жасаған халқым менің, қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Қазақтың ұлы сарайын, сіздерменен бірге тойлап, бірге қуанып, мен де бүгін дамылдайын, тыныс алайын. Тақиялы періште киносындағы Әминаның айтылғандай үйлесімдәні, той бар жерде думан бар деген қазағым, Тахминаның тәттәніне билесін бәрі. Той тойға ұласын, тәтті күндер көп болсын, той тойға ұласын, тойсыз күндер жоқ болсын. Той тойға ұласын, әнім қалсын жатталып, той тойға ұласын, билеңіздер шаттанып. Той болса керер қазақтың шаңырағында, шырқалады гәкку төгіл ән ұраныңда. Ата баба дәстүрінен айнымай жүрген,
Шүкір тәубә біздің халық әлі бабында. Тақиялы періште киносындағы Әминаның айтылғандай үйлесімдәні. Той бар жерде думан бар деген қазағым, Тахминаның тәттәніне билесін бәрі. Той-тойға ұласын, тәтті күндер көп болсын. Той-тойға ұласын, тойсыз күндер жоқ болсын. Той-тойға ұласын, әнім қалсын жатталып. Той-тойға ұласын, билеңіздер шаттанып. Періште киносындағы Әминаның айтылғандай үйлесімдәні. Той бар жерде думан бар деген қазағым, Тахминаның тәттәніне билесін бәрі. Той-тойға ұласын, тәтті күндер көп болсын. Той-тойға ұласын, тойсыз күндер жоқ болсын. Той-тойға ұласын, әнім қалсын жатталып. Той-тойға ұласын, билеңіздер шаттанып. Той-тойға ұласын, тәтті күндер көп болсын. Той-тойға ұласын, тойсыз күндер жоқ болсын. Той-тойға ұласын, әнім қалсын жатталып. Той-тойға ұласын, билеңіздер шаттанып.
мен Атыраудың арасы, қазақтың ұлан ғайыр кең даласа, сол далада дәстүрін бұзбай, жолын сақтап, атадан балаға жалғасып келе жатқан той төресі сүндет той. Бүгін тағы алты алаштың басын қосты. Сүйіншіңді дайында, той төресі сүндет той, атанаға міндет той, үлкен міндет атқарып, атанасы шаттанып, ортамызда күлімде, бастарынан бақтарып, бар көңілін атқарып, отырған бір жайы бар, өссін елдің баласы. Мұсылманның қатары кеп қосылды, мақтан еткен бар қазағым осыны. Сүннеттеліп ұлың таққа отырса, адамзаттың сол емес пе асылы? Олай болса ағайын, жақсылықтан дәметкен, шашусыз қазақтың той өтпеген, жұқсын деген ниетпен жеңгелеріміздің шашуын алыңыздар. Жиналып қалғын құрылсаң, сүйрелеп безге ұмарсаң, бұл тойдың күркін айқайындай тойлылар дегеннен, халыққа хабар таратқан ат жүрегін жаратқан, әшеке еліп жасанды, отауды тігіп ат шапқан, байрақты тігіп ат шапқан, шыршасы болса шырматы. Абыройы ұлмен тасатын, әулеттің ұрпағын жалғастырушы, сүндеттелген ұлымызды орнымыздан тұрып, қошеметті ұрып, қарсы алыңыздар ағайын. Бәріміздің азамат болып баққа отырғаны құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласты.
жерді қорғау әрқашан ойында болсын. Өтесең ер міндетін, аларсың ел құрметін дей отыр. Атқа мінер азамат болсын деген ниетпен қамшы сатайық. Қошемет ағайын! Ал қадірлі ағайын, жақсылыққа ақпайлап, жамандықты қақпайлап, бүгінгі кештің куәгері болыңыздар. Оларыңыздың таққа мінгені құтты болсын. Өлімдіктеріңізді аямаңыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Allah'tan gelgen ağız, ağaçtan tuğan ağız, at minip atan tuğan, adam yüreğinde halk dost. Yüreğe taht diyesi, oldu yüz oldun kiyesi, ortancı jurtun namazı, kişi yüz olur şiyesi. Ne kazak deyin yerine, yerine baysın yerine. Bülbülük болып көз ашқан бүрлік байрақ иеледі. Шығандай бақыл туысқан жақсыға жақсы жуысын. Атасы алаш болғасын, қазақтың бәрі туысқан. Ойлаш, бүгін саңғылдардың шаңырағында ұлан азыр той. Ойлашы, Манас пен Эльвира жүрегіне тек жақын жандарды жинаған. Келген қонақтардың көңілі көтеріңкі. Қошеметті аямай соғып отыр. Той құтты болсын! Бүгін расында жүрекке жақын жандар менен сүттің бетіндегі қаймақтар жиналған той. Саңғыл бидің ұрпақтары қуаныш құтты болып, сүндет той жасамаған кісілерге дәл осындай той жұғысы болсын дейміз ағайын туысқандар. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум баршаңызға тағы. Расында да болашақ тек қана саңғылдың емес, таманың емес, болашақ қазақ елінің туын көкке көтеретін қос палуанымызды орнымыздан тұрып, қошеметімізді көрсетіп, шашуымызды аямай шашып қарсы алған жайымыз бар. Бүгін енді Манас мырзаға Алла разы болсын, ырза болдық. Кеше өзіміздің бүкіл діни мерекелерімізді өткізіп, жұманы өткізіп, арқаны кеңге жайып қойып, тойға барайық. Манас балдарын жатқызып жатыр екен, тойға барайық. Тойға барып, не екен андай бір адам құсап ішеміз ғой деп кеп тұрғанда халал тойға түсіп қалғандарымыз құтты болсын айтпақшы. Адалдықтың дастархан жайған екен. Құрметті той сөрғауын халал болып басталды. Соңына дейін халал жеткізейік. Иә? Апасы не көтіңіздер қопшы? Иә? Біреу иә демейді. Мұратып өтіп жүрсіз. Ана біраз тойлар болса халал дейді да. Біраздан кейін столдың үстінде шайнектер көбейіп кетеді ма? Бір нәрсе болады ма? Адал болып басталған екен, соңынан халал жеткізейік. Құрметті той сөрған бүгін жүрегіне жақын жандарды жинап, шаңырағымызда той деп, алталашқа жар салып тұрған қуаныш иелерін ортаға шақырғымыз келіп отыр. Бұл той басқа тойдан өзгеше, әуезді әсем әнді бұл жолы әншілер емес, эстрада жұлдыздары емес, Эльвира қыздарыңыздың өз орындамақ. Той иелеріне сый құрмет өздеріңізден. Қарсы алайық бірге. Жамал әжесін өшін бастайды екен. Шаттығыңды айтып елге жар салам, той думанға қош келдіңіз барша жан. Айналайын жұртым сені
сумкасынан шығып жатқанда сумкасынан ақша алып келініне ақша ұстатайын деп отқан шығар деп шошып кеттім. Әбсалам кеш ортаға, жаным жасаған берген кешек. Баяғы Әбсалам жоқ қазір, әбеке болып қалған. Бәрі тойларың келіп жатыр, амандасшы халықпен. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам деп айтқан ағамызға рахмет. Міне сәлемдесіп жатыр жігіт, азамат бол, жігіт бол. Сіздер де әйтеуір жауап қайтарып қойыңыздар. Несің? Саңғылмын. Ау? Саңғылмын. Тағатшы ау? Саңғылмын. Жоқ, не ғой, мен естуін естіп тұрмын ғой, бір саңғылдар естіліп жатыр да, соған ғой не қойған. Несің? Саңғылмын. Саңғылдар қайдан Кім баласысың сен? Әкемнің, Мама ше, ұрса де? әкем мен анамның баласымын. Апаң ше? Әкемнің, анамның, әжемнің баласымын. Мен де қосып ұрасылай деп тұрсың сен, е? Кімді айтсаң, бәрін қосып пересталайын деп тұрмын. Той қалай ұнай ма? Ұнады. Настроение жақсы ма? Жақсы. Тақ істейміз ба той? Иә. Тақ кесеміз ба? Жоқ. Молодец, сосын жаңа біраз кісілер сұрап жатыр ғой. Шешесіне тартыпты, мамасына тартты, әкесіне тартты деп. Өскен кезде кім боласың құдай қаласа? Кім деп армандап жүр, үйде жатқан кезде армандап жүр. Телевизор көресің, тик-ток көресің. Өскен кезде кім боласың құдай қаласа? Гинеколог. Гинеколог? Манас ана өзі істемаған да бәрі. Баласын кіргізейін дегенді. Манас ай. Или сен маған прикол ұстап тұрсың. Бұл маған прикол ұстап тұр деймін. Бұл бағана прикол ұстап жүрген маған. Не дейді? Очкариксің деймін. Шынындай, кім боласың? Футболист. Красав, футболист болам. Футболист болам. Прикол ұстап тұрмын бұл ма? Мен Әбдінұрды не алмай қойым, азам жөһәнім Әбдінұр шеш шынан, басым биттеп кеткен жар шеш. Жазы күні ғой, тұмақ кигіз болғандар ма? Әбдінұр кім болады дейді, әңгімелесетін жарсың, онымен сөйлесі. Әбдінұр кім болады? Футболисттің інісі болады. Мен қалай миым жетпеген, дұрыс ағасы футболист болсам, футболисттің інісі болады. Ол не сұрақ ол? Біраз кісілер айтып жатыр ғой, әжептәуір ақша беріп сендерге, әжептәуір ақша беріп, соны сұрап жатыр біраз адамдар, ақшаның бәрін не істейді деймін, сондай бір ыңғайсыз вопростарды қойып жатыр. Ақшаның бәрін не істейін деп жатсыңдар? Кредит жабам. Манас бір жерде жұмыс істей ма жалпы? Жұмыс істей ма? Балаға кредит әперіп қойғанына біртүрлі болып тұрмын да мен. Или Әбсалам сен әлі прикол ұстап тұрсың ба маған? Әлі прикол ұстап тұр деймін маған. Шынымды айт, ақша не істейін деп отырсыңдар, шынымды айтсай? Әкеме машина берем. Машалла. Әкеңе машина бересің, е? Машалла. Мынандай ғой, Әбсалам отыршы бір әңгіме бар саған. Менде мысалы 5 қыз бар да, 5 қыз бір ұл ғой менде. Енді балам да әлі, балам кішкентай ғой. Балам әлі сүндет той істеген жоқ. Мысалы мен ертең сүндет той істеймін да, мысалы құдай қаласа. Сөйтіп балам тойға шығып, тойдың алдында барып, әкеме машина берем, анау деп тұрса ше, мен өйтіп қатынның қасында шыдап тұра алмаймын. Мен жүгіріп келіп баламды көтеріп аламын, мысалы ше. Ол сенің әкеңе неғып тұрған жоқ, мен просто жалпы айтып жатырмын да, мен өйтіп қатынның қасында тұра алмаймын. Жүгіріп келіп баламды көтеріп аламын, мысалы да. Ол неше түрлі әкелер бар ғой, мысалы, тұра береді біреулер әрекет жасайды, мысалы ше. Жоқ. Жандарым, жазаған бергендер, Әбсалам, Әбдінұр, жандарым, қошқарлар. Жаным, екеуі де Эльвира ұқсайды екен ба? Бірақ Манас та Эльвираға ұқсайды екен ба? Апасын көбелер, әкесін көбелер, түсірші. Күшті қылып түсір, фотограф қызға қарап қойыңыздар. Фотограф қызға әдемі шығып жатыр ма? Бәрекелді, тойларын құрметпен шығарып салайық. Рахмет сіздерге. Той басталсын кәнекей. Қандай да бір той сөз екенге бөлі үлкен сүйетін елдің ұрпағымыз Аллаға мың төбе бұл өлі төлгендерден кейін дейміз. Жаңа енді біз
далада тұрсақ үлкен әжеміз кіріп келді. Болат апамыз, қателеспесем, Болат әжемізді той төріне шақырсақ деген ниеттеміз. Нұржамал апамызды, Жанар әпкелерімізді, Нағашбек көкеміз, Сәуле анамыз, Үміт апамыз, Мейрамбек ағамызбенен Бағила жеңгемізді және де Жалғас мырзаменен Гүлнұр ханымды той төрінен асабаның алтын алаңнан көрсек. Болат әжеміз, Нұржамал апамыз, Жанар әпкеміз, Нағашбек ағамыз, Сәуле анамыз, Үміт апа, Мейрамбек мырзамен Бағила жеңгеміз, Жалғас мырзаменен Гүлнұр ханым той төрі сіздердікі. Келіңіздер, апаларым, әжелерім ортада. Биік-биік тауларды, қызыл-жасыл балуанды, үлкен-үлкен қаланы, алыс-алыс ауданды көру үшін арада асығамын сапарға. Жүрсең алыс жерлерге, аман-есен оралшы, сағынысып көргенде құшақтасып болалшы. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жол болсын, жол алшы. Ойдым орманды, қабар-қабар қорғанды, тартатылған бұрымдай тарам-тарам жолдарды көру үшін арада асығамын Еліміздер той төрінен табылайық, әжелеріміз, Әдия анамыз той төрінен табылсаңыздар. Әдия. Аман-есен оралшы, сағынысып көргенде құшақтасып болалшы. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жол болсын, Бәрекелді, құрметті екі жақсылар, мінекей бұрынғының көзін көрген, бүгінгі болып жатқан жақсылықтың өзін көрген әжеміз бастайды ма? Болат әжеміз, Құдай қаласа. Той құтты болсын. Нағашыбек, той құтты болсын. Балам ер жерде жүрсін. Манас. Ендерің сау болсын. Азамат болып өссін. Жақсы қалғына қалаулы еліне елеуі бала болсын. Қызымды көріп жүрсін. Бақамызсын. Ендерің сау болсын. Тойларын. Жайым апа, үстіп тойда жүргендер сыйлық болу кісілер жол кімдікі. Манас, балаң сүндет той құтты болсын, дені сау болсын, жақсылық одан да жайыла берсін. Тойға келе берейік, одан да жақсылық той ола берсін. Ассалаумағалейкум. Тойға келіп атсалысып жатқандарыңызға көп рахмет. Мынау балапандарымыз Әбділер мен Әбдісаламның мұсылман болғаны құтты болсын. Мынау әрқашанда тойымыз таусылмасын, барлықтарымыздың белдеріміз сау болсын. Осындай той барлықтарымызға жұғысты болсын. Бір әрқашанда осындай тойға жиналайық. Елдеріңіз сау болсын. Мына Манас, келіне Манас, екеуі айналайындар. Үлкейіп жатсындар, мына екі балапанда жақсылап өсіріп жатсындар. Әрқашанда осы екі баланың қызықшылығын көріп, осы екі баланың үйленгенде, оқуға түскенде, осындай қызықшылығына таусылмай, тоймай жүре беріңдер. Барларыңызға жұғысты болсын, елдеріңіз сау болсын. Жолдың түфе. Ассалаумағалейкум, тойшылық қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Манас, Әбсалам мен Әбдінұрдың мұсылман болып, ер жігіт болып атқаны құтты болсын. Үлкен жігіт болсын, аңсаған армандарына жетсін. Осы екі балапандарының әлі талай тойларына келе берейік. Бірге қызықшылығын бөлісіп жүре берейік.
кеш жарық, кеше Манас келін тойларыңыз құтты болсын. Әр үйде осындай қызықшылық той болсын. Шаңырақтарына шаттық, бақ береке, ынтымақ, ырыс кетпесін. Осы балапандарыңыз үлкен елдің адамы болсын. Әулеттеріңіздің атын шығаратын азамат болып өсе берсін. Осы балапандардың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Барлығыңызға той жұғысты болсын. Құтты болсын, аңсаған армандар бересің, той боласа берсін. Қалғанымыз қосыламыз десе. Қазақтың тойы рахат қой. 5-ке шақырса 7-ге, 7-ге шақырса 8-ге кешек келеміз. Осылай тамаданың табанын тыпыршытып, ортаға шығып алып есіліп сөйлейміз. Одан кейін анау соңында тағы да қайтар кезде басқаларда жиналмай жиналмыз. Қайтар кезде қайтпай секіріп билейміз. Дегенмен де қазақ тойшыл болып кетті, ысырапшыл болып кетті, анау болып кетті, мынау болып кетті деген сында көп ағайын. Бірақ қазақ екі жағдайда жедел жолығады. Біреуі тойда, біреуі андай жағдайда. Сондықтан да осы тойда жиірек жолығуды баршаңызға нәсіп етсін. Мынау Манас Россияда жұмыс істепті. Сөйтсе ән жерде бір жаңағы қу тілді біреулер сұрайды дейді. Өзбек бар екен, о жерде орыстар бар жаңағы. Бір алма тауып болсаң не істейсің деп. Сөйтсе орыс айтады дейді, көшею деп. Өзбек айтады дейді, сатамын деп. Манас айтады дейді, бір алма тауып алсаң не істейсің десе, балама берем деп айтады дейді. Екі алма тауып алсаң не істейсің десе, орыс тағы көшею деп айтады дейді. Өзбек сатамын деп айтады дейді, Манас балама берем деп айтады дейді. Үш алма тауып алсаң не істейсің десе, тағы сондай. Сонда жаңағы шыдай алмай кеткен ғой сұрақты қойып тұрған адам. О, Манас еге, бір вагон алма тауып алсаң не істейсің десе, Манас айтады дейді, ағайын туысты шақырып, думанды кеште рахатқа батырып, бір той жасаймын деп. Сол жеткен арманы тойы бүгінгі белесі құтты болсын ағайын. Мынау Омар Хайам айтқан екен, талай адам көрдім, киерге шапаны жоқ, талай шапан көрдім, ішінде адам жоқ деп. Барлықтарыңыздың адам деген атқа лайық болуларыңызға тілектеспін. Әбді салам мен әбді нұр, Алланың құлы адам деген атқа лайықты азамат бола берсін. Жаңа бір вагон алма бермеген дұрыс болып қазір дастарханда тек алма тұратын еді. Қалған кісілер қосыласыздар ма деп айтайын десем, бәріміз айтып кеттік қой. Бір сурет көсейік. Гүлжамал анамыз ортаға жақындаңыздар, естелікке жанұялар бойынша біліңіздер, бірге олай басымыз толсынбайды ол айдананып, осындай сәттер пайдаланып суретке түссек айып жоқ шығар. Бәрекелді, тойларың құттықтап дастархан басынан орын алыңыздар. Той басталды неге ағайын. Қазағының ұлағына абайдан жырылмақшы, құлақтан кіріп бойдалар, әзем әнмен тәттіге демеймес ол құлақтан кіріп бойдалар, әзем әнді бірге тыңдап көрейік. Дәл қазір біз ортаға Манас мырзаның бауырларынан құралған Кентау қаласында алғашқы рет өнер көрсетіп, әуендерінің алғашқы рет бүгін тұсауы кесілгелі тұр. Кентау қаласынан құралған Кешу тобы. Керек десең
ойнама, анам тойға қарай бермейді бұл кісілер. Сыршы сөйлетпейді, сыршы. Балдар, мен деймді ойдағы арасында біреу шешемді шақырайық дегенде, біреу де ішінде біреу шешеміз келсін десе болады ғой. Арда, тағыңдар. Әділбек, тағдар. Мұрат бардай, тағдар. Тағдар. Бағайшы, намайымызды сүреді. Түсті ғой, мына кісілер түсірді. Бәрекелді, рахмет сізге. Анасыңызға Эльвира ханым ортаға келіңіздер. Негізі Манас қандай адам негізі? Жақсы адам ғой. Жақсы адам. Тағы да. Манас қандай адам? Иманды адам. Манас қандай адам? Красавчик. Еңбекқор. Батыр деп атыр. Салмақты. Семіз деп атыр соны Манасты. Зварщик деп нақысты. Манас қандай адам? Эльвира қандай адам? Әйел адам абыройы шамалы разница береді, шақалақ ұрып сөйтеді. Басына бір айтып көрейін бағарсын. Эльвира қандай адам? Манас десең жаңағындай ана араздан ерекше адам мен тағы бір айтып көрейін ба Манас деп? Тағы бір көрейін. Эльвира қандай адам? Манас деп тағы айтып көрейін ба? Эльвира қандай адам? Жоқ, бейдейік, Манас деген сөзде бірінші әріп м болып еді, Манас, м деген әріпке Манасқа күшті бір кеңеу табыңыздаршы. Мәкесі тыңдаңызшы, алаңдатпаңыздар, Мәкең тыңдасын, көрейікші, Манас қандай адам? Мәдениетті адам, міне. Мощный дейді ана кісі, мықты адам. Қандай? Міне, мынандай айту керек, ау? Сағырлы. М деген әріпке сағырлы, пожалуйста. Пожалуйста. Мықты адам. Мейірімді дейді. Қандай? Ал? Мышын деген. Әрді адам. Мышын деген. Қандай? Қандай? Махаббатқа адал. Молодец адам. Мұсылман деген атқа лайықты адам. Машалла. Қандай? Жоқ па? Манас қандай адам? Қандай? Мақтаншақ? Мақтауға тұрарлық. Мақтауға тұрарлық. Біз Мәкеңнің өзінен сұрайық. Мәке, сіз туралы өте көп пікір айтылды. Соның ішінде көңіліңізге ең қатты ұнағаны сіз қандайсыз? Мыжың деді ғой біреу. Солай. Сол дұрыс болып тұр ма? Кім айтты мыжың деп шықсын ортаға? Шықсын, кім айтты? Қайын жұрт жағыңыздан ба біреу айтты ғой соны? Ау? Сол қайын жұрт жағынан айтты. Кім айтты мыжың деп? Шықсын, мыжың деп кім айтты шықсын? Кім айтты? Шықсын! Шықсын! Келіңіз әпше, келіңіз! Жасыл көйлектер, келіңіз әпше! Bir dostum şahar öttün Almadılar Ölüsüz dostlarım Almadılar Рахмет әпше! Кім болады бұл кісі? Бажам? Пожалуйста. Эльвира деген сөзде бірінші әріп С болады, кет. Кет, Эльвира, ал. Тұра, мәне, сұлу. Сосын, спая, я? Спая. Сенімді. Сабырлы дейді. Сосын, жоқ, сонда біреуіңіз, жоқ, сый емес деп айтпайсыздар ма сонда? Ұра бересіздер ма, сы десе? Ой, тофа, сы десең, сы деп, ұрып отыр. Жоқ, просто Эльвира деген, ғой, деген сөз
аз да сөз аз. Елвира деп көреміз ба? Елвира. Ма, ма? Электрик деген сөз, кет. Эльвира элегантная. Қандай? Электриктің әйелі. Элитная. Тағы да. Мына сөз. Айтшы, тұршы, орнынан тұр да. Бетіне қарап тұр да. Бет қарап тұр да. Айт. Эгоистка. Мына столда өмші қатыгездер жиналды деген. Қатыгездер жиналды деген. Энергичный, тағы да. Аяқта да емес сол деген ғой баршы. Кімдейсіз? Экономичная. Экономичная. Үнемдеп жүрген, тағы да. Жоқ па? Міне. Елеулі. Тағы да жоқ па? Сонымен біз Эльвира ханымның өзінен сұрайық. Эльвира ханым, сіз туралы өте көп пікір айтылды. Сіз қандайсыз? Энергичная. Деп ешкім айтпады. Айтпады. Айтты ма? Айтса не шықпайды. Шығу керек қой, шығу керек, шулатып шығу керек. Негізі, шынымен жаңа ағаларымыздар ортаға шығып жақсы сөз айтты. Адам ше, ерігіп той жасамайды, еріккеннен тойға бармайды. Сіздер де уақыттарыңыз қиып келіп отырсыздар. Сіздер келмесеңіздер мына той болмас еді. Сіздер келмесеңіздер пустой залмен той болмайды ғой. Әуелі Алла, одан кейін сіздердің арқаларыңыз. Енді бұл кісілер ашылып шашылып жиған терген тойға қарай шашып жатыр. Құрметті игі жақсылар, енді сіздерге өтініш, Манас пен Эльвираның тойы шынымен жақсы өтсін десеңіздер, ортаға шыққан кезде әр топтан бір 2-3 кісіден сөйлеп, қалған уақытты билесек. Ойлашы, адамдар шығады да 2-3 адам сөйлейді де қалған билейді. Той бомба болмай, мажа бір сөз қайталап еді. Сіздер отырып бір пиала шай ішіп алыңыздар, ал біз ойлаңызшы мәке, тойды бірден ойынан бастап отырмыз. Отырып бір пиала шай ішіп алыңыздар. Рахмет сіздерге. Ана тақты қимылдата аламыз ба, қимылдата алмаймыз ба? Құрметті той сүйер қауым, экранға қарай назар аударып көріңіздерші. Мына тақты қимылдата аламыз ба, қимылдата алмаймыз ба? Көрейікші, экранға қарай назар аударып көріңіздер, қолы болсы кісілер болса. Бізді дүниеге алып келген, бізге жүруді үйреткен, бізге сөйлеуді үйреткен, тамақ жеуді үйреткен. Алла разы болсын аналарға. Шешеміздің қадірін қатынымыз туғаннан кейін түсініп жатырық. Әңгіменің ашығы. Анан қалай бағып атқаннан кейін көргеннен кейін енді қадірін біліп жатырмыз. Бізді де осылай өсірген екен ғой деп. Аналар, Алла разы болсын сіздерге. Аналар, сіздер үшін, аналар үшін ең жақсы бала қай бала? Аналар, айтыңыздаршы, аналар, сіздер үшін ең жақсы бала қай бала? Айтыңыздаршы, шығып айтыңыздаршы, бетіме айтыңыздаршы, шығып айтыңыздаршы, кім шығады? Шығып бетімізге айтсыншы. 18 плюс ғой, шығу керек та, просто шығу керек. Қол көтермеу керек, шығу керек. Атып шығу керек, бар ма? Бәрекелді, шықты. Бәрекелді. Есіміңіз қай жағынан? Айдана. Айдана. Бала шағаңыз бар ма сіздің? 3 ұлым бар. 3 ұлдың анасы міне. Осы тұрысы. 3 ұлдың анасы. Рахатын көріңіздер. Сіз үшін, 3 перзент сүйген ана үшін, сіз үшін ең жақсы бала қай бала? Жұрттың баласы. Жұрттың баласы дейді да ба? Ол не үшін туды 3 бала? Не үшін туды? Врачтың уақытын ұстап, өзінің уақытын ұстап, үйде шығып жатады. Сізде? Айтыңызшы. Ау? Не дейді? Қандай? Айтшы. Тұңғыш бала. Тұңғыш бала. Міне, тұңғыш бала жақсы болады негізі. Көрейікші, тексеріп алайықшы. Аналар үшін ең жақсы бала. Қараңызшы, міне. Ой. Жұрттың баласы, әрине. Шын жүректен құттықтаймыз. Балам ренжіп қалды ба? Ау? Балам ренжіп қалды жаңасы. Ренжіп, ешбәлес жоқ, ақиқат бұл. Бәріміз сөйтіп өстік қой. Экранға назар аударыңыздар, келесісі.
Манас той істеп жатыр екен ғой. Манас той істеп жатыр екен. Тойға барайық. Неше береміз? Деп өмір айтпайды ғой. Өмір айтпайды. Қазақтар не дейді? Кеттік. Міне, пожалуйста. Қалайсыздар, амансыздар ма? Сізді көріп музыканы сондай музыкаға билейді деп ойлап қалдым осында. Сіз де биде замандыңыз ба қадағым? Бит, көріңізші басынан, қойшы музыканы, кет, қадағым, бит, қадағым, кет. Есіміңіз қай жақта? Класстасы, елен класстасы, есім Лаура. Шынымен Лаура ма есімі? Қош, шынымен есіміңіз Лаура ма? Менің де енемнің аты Ләззат қой. Сонымен Манастың тойына шығып бара жатқан кезде қандай әңгіме болды? Қазақтар не дейміз? Тойға қаншалық кел, соны апарамыз дейді. Сіз баяғы 2019-да той істегенсіз. 2019-да. Ол кезде 5.000 деген әжептәуір ақша. Манас пен Эльвира соны апарған. Соны әкеп тұрсыз енді қайтадан. Эльвира, есі тұрсыз ба? 5.000 теңге. Баяғы 5.000 теңге. Үш адам келген. Адам басы 9.000 мына есептей беріңіз. Көрейік енді тексеріп алайық. Ыңғайсыз екен жауабымыз. Әрине! Бізге не әкелді? Соны апарамыз. Басқа вариант жоқ қазақтарда. Алай болыңыз. Келесі. Жоқ, мына бала дұрыс андай сразу жауабымен андай көрсетіп отырды. Дұрыс ол да бір жағынан. Апалар қайда кетті? Апа кетпесеңіз, ананы ұсап береміз. Келетін жат. Балам, бізде ақша аз. Ертең берем деп өмір айтпайды. Келсеңізші, келіңіз, келе жатыр. Жанар ханым, Мәкеңнің бажасы бізде тікелей байланысқа шығып отыр. Сіздің бала шағаңыз бар ғой, үлкеніңіз? Тұрмыста 2 немерем бар. Ұлдарыңыз да бар, Бар. Мама? Мені са, мені. Қай қазалда? Мама? Зал етіп. Жоқ, ол мамалар өйтіп айтып ғой, мені сат демейді ғой. Сат, мені, сат! Сат қорып демейсіздер. Рас па? Көрейікші. Әрине! Ол бала қоям деген же дұрыс жауап. Сондай өзім сұрақ берейік та. Шабалар қойыңыздар. Міне көрдіңіз ба? Манастың басы қатыс дейді ғой. Бір адамдар 7-ге шақырған. Мысалы, мына кісілер 9-ға шақырған. Қазір 10-ға шақырған кісілер келеді. 10-ға шақырғандар келгенде 7-ге шақырғандар шығады да. Манастың басы қатыс дейді ғой. Орыс көрген, Россия көрген ғой. Біледі ғой, есеппен шақырған ғой. Келесі. Жаман бала. Бұзық бала деп қазақ ешқашан айтпайды. Қазақ не дейді? Қазақ жаман бала деп ұрыспайды. Қазақ не дейді? Қазақ жаман бала демейді. Қазақ не дейді? Кімнің баласы? Ол да вариант жақсы вариант. Шығу керек, қорықпау керек, ортаға шығу керек, қорықпау керек. Қазақ бұзық бала, жаман бала деп ұрыспайды. Қазақ бала босай. Есіміңіз қай жақтан? Еленің жеңгесі ба? Қазақ жаман бала демейді, қазақ не дейді? Әкең баласы дейді. Ол да вариант негізі, Сіздің вариантыңызшы. Сіз сол вариантпен сіздікі де? Мына кісінің де вариантын тыңдап көрейік. Мына кісінің де вариант. 2-3 вариант қосып алайық та.
Сіздің вариантыңыз? Адам болмайсың дейді. Міне, ол да вариант. Жақсы. Тағы да қандай вариант? Келіңізші. Кезіңізші. Қазақ не дейді? Иттің баласы. Қалай да екен? Қандай семьяда өсіңіз вообще? Мына кісілердің вариантын алып тұрады да маған. Тексеріп алайық. Тексеріп алайық. Кімдікі дұрыс? Кімдікі дұрыс? Иттің баласы! Деген ұрсағымыздың қыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Алас кете бересің. Тағы біреуін көрейік, одан кейін тілекке кезек берерміз. Сыйлық өте көп, құрметті ағайын. Сыйлық өте көп. Мына баланың беті қолын жумайсыңдар ма? Мына бала кір қожалығы екенде ешқашан айтпайды. Қазақ не дейді? Мана бала кір қожалық демейді. Қазақ не дейді? Неге шығып бетімізге айтпайсыздар? Бәрекелді. Сен емексің бе? Аттың кім сенің? Әлия. Әлиясың ба сен? Қай жағынан келдің сен, Әлия? Әпшесімін. Кімнің әпшесісің сен? Әпсалымның әпшесісің ба сен? Еляның. Еляның әпшесі екен. Кішкентай қыз деп тұрып қойыпсың. Қазақтар мана бала кір қожалық демейді. Қазақтар не дейді? Беті 5 баттам. Беті 5 баттам. Беті не? 5 баттам. Беті не? 5 елі. 5 ел емес, беті не? Беті не? 5. 5 елі. Беті не? Беті не? 5. 5 тонна. Жоқ. Қайталақшы, беті не? 5. Ау? 5 ит тойғандай. Тойғандай емес. Тыңдақшы, тыңдақ. 5 ит тояды. Тояды! Шүкір я! Жабылып жүріп, жабылып жүріп, құрметті той сұрғым, алдағы айтылмаған тілектер, негізі мен де бүйтіп ойлап жатырмын да. Негізі, екі семьяны той ғой, манасының семьясы мен Еленің семьясы. Оны қазір бөліп жармай, екі семьяны полный шақырайық та. Мына жақта мысалы сіз барсыз, Қайрат көкемізден тараған барша ұл қыздар келсе, осы жаға манасының туған бауырлы, арғы беттен туған бауырларға ел береді. Осы не болмайды ма екі семья? Жоқ, дұрыс қой, жоқ, сізден тараған да, сіздің өзіңіздің ұл қыздарыңызды, өзіңіздің тек сіздің ғана ұл қыздарыңыз. Сосын Әбдібай құдаңыз бар ма? Нұрзида құдағиымыз. Сол сізден тараған ұл қыздар. Манасының туған бауырлары мен Еленің туған бауырлары. Гүлжамал анамыз бен Нұрзида анамыз бастаған екі жақ, екі отбасы. Келіңіздер жолдаған. Туған бауырлар, бір әке шешеден келіңіздер. Гүлжамал анамыздың құдай қосқан құдағиы мінекей Нұрзида анамыз ортаға келіп отыр, құрметті жақсылар. Енді біз әке орнына әке деп ешкім шақырған жоқпыз, себебі қазақта деген сөз бар ғой, 6 аға қосылып әке болмайды, 7 жеңге қосылып шеше болмайды. Мына енді әке менен ананың орнын басатын ешкім жоқ, құрметті жақсылар. Сондықтан біз әке орнына әке деп бөлек шақырып, ондай тірлік жасаған жоқпыз. Енді бүгін қос ананың иығынан үлкен бір жүк түсіп жатқан күн, құрметті той сүйер қауым, ананың сүтін емдім дегендер, аналардың тілегін бірге тыңдайық. Енді әуелі Алла, одан кейін осы кісілердің арқасы сіздерге қыз берген, осы кісіден бастайық. Нұрзида анамыздан бастайық, ақтеп өзіңізден жарқыратыңыздар. Құдағи, мына екі баламыздың мұсылман болғаны құтты болсын. Мына Манас пен Мира бақытты болсын, солардың жақсылығына тоймай шауып жүре бер.
мына Құда қаласа міне балалардың тойы болар, адамнан келіп түссін, біз куәгер болайық, өстіп үлкен той болсын жаным. Өмірде не жақсылық бар соның бәрін сіздерге тілеймін жандарым. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, нанымыз көп болсын. Бәріміз бақытты болайық. Бірімізді біріміз сыйлап, келетін жерде кешірімді болайық. Дұрыс айтасыз. Одан асқан бақыт жоқ шығар. Құрметті ағай, енді қос палуанның нағашы әжесі сөз бастаса, өзінің нағыз әжесі, құрметті той сүйер қауым ананың жүрегін бірге тыңдап көрейік. Бижамал әпке. Бүгінгі тойға келген қауым, енді немереміз ер жетіп, жігіт болып, құдай қаласа ат жалын қататындай халге келді. Немеренің сүндет тойы құтты болсын, мұсылман болған құтты болсын, әке шешенің парызы ғой баланың сүндетке тұрғызу деген. Енді балдарымыз өсіп, ер жетіп солардың қызығын менің балам менің келінім көріп, Алла қаласа солардың қызығын қызықтап жүре берейік. Басы қостары үйленіп, оқуларға оқып тұрып, отбасы барлар отбасында тек қана қызықшылық қана болсын деймін. Ай бәрекелді, рахмет сізге. Ол қыздың несібесіне сіз аман жүріңіз енді. Енді Мәкең бауырлары құда-құдағилардан жалғастырсақ, Эльвира ханымның бауырларынан жалғастырсақ болатын шығар. Қонақтардан жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, мен қонақтар. Көп сөйлей алмайтын, яғни осындай үлкен дастарханда кездесе берейік бағаннан бері. Айтылған достар болсын, жеңдер өсе берсін, көбейе берсін. Сосын, өзім көп сөйлемейтінім деймін. Бақытты болсын бәрі. Ал жезден, әпше, бір міндеттеріңізден құттықтап жатсыздар. Не деймін, тойларыңыз құтты болсын, үлкен азамат болып өсе берсін, Алла қаласа. Барша ағайынға рахмет келгендеріңізге, сіздерде осындай той бола берсін. Әрбір отбасыда бақыт, қуаныш, шаттық, тек қана қуанышты күндерде кездесе берейік. Бақытты болыңыздар. Осы жерде Эльвираның алып қосары бар сияқты. Менің тағы да осы екі мамамнан бөлек тағы бір мамам бар. Сол кісіні ортаға шақырсам деймін. Мамочка, ортаға келіңіз. Тойлар құтты болсын, майлы сүтті болсын. Бақытты болудар, балдарын қызық көрдер. Мама бақым айтатын еді, алтын қанатты болсын, ата-аналы болсын, бақытты болсын. Көп жасасын. Осы өмірдегі бәрі жақсылықты тілеймін. Той аласа берсін. Ай, рахмет сіздерге. Енді, айтсаңызшы осындайларды, жақсыны көрмек кетейік. Мамаларымызға, бауырларыма сыйлықтарымды берсек, деп не қылмыз? Не сыйлық, ыдыс аяқ па, не алдыңыздар? Ыдыс аяқ па, стенде видео не ол? Айтсаңызшы. Алтындар, алтын аналарымыз алтындай жарқырап жүзіне келектенен, бауырларға да өздері таңдаулалар деген еттенен ақшалай сыйлық. Ана деген асқанаттан, ұлымның атқа мініп көкпар шапқан, бүгінгі бұл мереке сіздердегі мейрамың болсын болып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бір қарындасым аман болып жалпын. Ат жекелер әлем, сұлулықтар сәнім, аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрі, қол соғыңдар бәрі.
9 болды ма? 9 жағында қазір тамақ берейін деп жатыр да. Бір ортадан ақша шығарсақ та бір билеп алу керек еді. Қазір тамақ береді да, сонымен тағы отырасың ше. Алтындар жö, әлі тілек бар ма? Әкең бауырлар айтқан жоқ әлі. Әкең бауырлар сосын. Айгүл әпкем бар, жалғыз әпкем бар, Айгүл деген. Қазір не келеді? Кешіккен жоқ па, біз просто ерте бастап жібердік. Біз кінәліміз. Бәрекелді. Сізде алтыным бар. Бәрекелді, бұл кісіге де алдыңызға деймін ал. Және де. Ал, мен де мынау беретінді беріп қойайын. Мынау, ай. Анау емес, ақыл-текельский порода тай. Күйеу баланың жүзігі өз таңдаған алады. Бәрекелді, Эльвира ханымға анасы бауырларының атынан алтын сатина бриллиант көздерменен. Ал. Тағы уақыт алмай қояйын. Жоқ, жақсылық көрмекке дейді, көрсету керек. Көрсетіп, тағы да. Мәкең бауырлар, бастап жіберейікші. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар? Бағанадан бері амандасып үлгергенім бар, амандаспай қалғаным бар. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Осындай уақыт, тығыз уақытта осы Кентау қаласына арнайы келіп, Манас пен Эляны құрметтеп келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Барлығыңызға ризамын. Манас аға, Елайшы, проблеманы сосын сөйлеміз. Манас аға, Елай жеңге, тойларыңыз құтты болсын, дайын нәз болсын. Тойларыңыз құтты болсын, тойға аласын, осы жерде айтылған жақсы тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Сіздермен бірге біз де қобалжып, уайымдап, бүгін осы сәтке жеткенімізге қуанып отырмыз. Сіздерге құтты болсын. Не ғой? Мен мына жерде Эляның бауырларына ақшалай китап берген, бірақ бауырларын Эля өзін қарап берсей, туған бауырларына қыздарының атынан ақшалай. Тағы да бар ма, бауырлар, мәкең бауырлар. Ассалаумағалейкум, жақсылыққа жиналған тойшыл қауым, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Манас аға, не қылайын Манас аға? Мына бүгінгі екі бауырымыздың, екі ініміздің, екі кішкентайдың бүгінгі мұсылман болып жатқан жақсы қадамы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Ортамызда ойнап күліп, үлкен азамат болып өсе берсін, көзімізде қуаныш болып жүре берсін. Бұдан да үлкен тойлар барлығымызға жұғысты болсын. Осындай жақсы той, осындай үлкен той барлығымыздың отбасыларымызға нәсіп етсін Алла Тағала. Және де Манас аға, мынау қазір өзіміздің артымыздан кеткен 6 ініңіз, өзім бар, Бекош, Бекболсынның ініңіз бар, Мұрат бар, Қамбар бар, Ардақ бар, Әділ бар. Алтауымыздың атымыздан Каспийіңізге ақшалай 100 мың, Мәлешке 100 мың, және мынау Жамбыл облысы Тараз қаласының жүйрік тұлпарларының тұқымы 4 тұяғынан от шашқан бір тай атам. Тойдың рекламасы деген қошты ба, тұяқтарынан от шашқан. Пайғамбардың сөзі ғой, бұл пайғамбардың сөзі ғой. Рекламасы бұл. Наличкасы бұл 100 мың, сосын Каспийге 100 мың. Каспийден 100 мың. Народныйға 20 мың қалды. Народныйға 20 мың қалды. Қалай күшілер. Алла қалғамыз қосыламыз деп айтсыншы. Қазір менің келіншегім төлеспейді. Не дейді айдалайындар ау. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Қуанышымызға ортақтасып, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Аға жеңге, тойларыңыз құтты болсын,
осы екі кішкентай балапанның сүндет тойы үлкен азамат бола берсін. Әрқашан осындай ең жаман дастарханыңыз осындай болсын. Күліп ойнап жүре берейік. Ай, бәрекелді. Тағы да, апамыздың айтары бар. Тағы мына құдашаларымыз да. Өлә, аға қоя бермедіңіздер ме, апа? Ят болды. Бегер әуре болғыстар ма, апа? Ыңғайсыз болды ғой. Шаңдақтағы келінген біреуін бер. Бөтен емес тұрып қоя бермедіңіздер ме, апа? Ят болды. Менің жеңгем сөйлесінші дейді, Елбелі ханым. Үлкен жеңгесі. Нымша, қамзол. Құралық болған олай. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Қос палуанның ер жеткен күні ғой, құтты болсын сүндет тойы. Манас елі, құда қаласа тойда тойласа берсін, құда қаласа ең бар жақсылық тілеймін. Дендерің сау болсын, өсіп өніңдер. Той қаласа берсін, бар жақсылық тілеймін. Қазір бір ойын өне, етекші. Ойында бір суретке салайық, мәке қарсаңшы. Бір ойын істейік, қарсаңыз күшті ойын болады қазір. Жақын тұрсаңызшы. Қазір суретке түсеміз да, күшті ойын болады. Сосын билейміз бақ ма? Жақын тұрыңыздар. Тез түсірсейік, біреу сөйлейм дейді. Тез түсіріп, біреу сөйлейм дейді. Тез кетіп қалды, мен де кетіп қалайын. Бар, кете алмайсың ғой, ешқайда кете алмайсың. Қойды болыңыз, кете алмайсың. Қарындастар. Саламатсыздар ма? Бүгінгі келген қонақтар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Рахмет осындай үлкен қуанышыңызды ортақтасып келіп отырғандарыңызға. Аға, жеңге бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Ұлдарыңыз үлкен азамат болып отырған. Биік белестерден көрінсін. Бауырларыңыздың тек жетістіктерін, жақсылығын көре берейік. Әрдайым көрген қуаныштарыңыз өте көп болсын. Бұл кішігірім той ғой, бұдан да үлкен тойларында кездесе берейік, Құдай қаласа. Анашым, бүгінгі немерелеріңіздің тойы құтты болсын, үлкен азамат болсын. Сіздің балаңыз ғой енді, атасының баласы, апасының баласы. Әрдайым, осы кісінің еңбегі ғой енді бәріміз. Өсіріп, жетілдіріп отқан. Сондықтан бүгінгі тойларыңыз тек тойға ұласа берсін. Бақытты болыңыздар. Қосылаңыз. Қамада билікші. Ау. Билікші дейма, бір билікші бар ма? Билікші. Қойшы бір жақсы мүсіменлерді қойшы. Билікші. Bye.
Қуанышбек биік сырттағы меймандар ішке шақырыңыздар. Дастархан басына алғашқы тағам дайын болды деген ыстық хабар келіп жетті. Дәмін өлген емеспіз, ыстық ыстықтай дәмге қарай. Құрметті ағайын, жайғасып алыңыздар, шығанеге ортаны ашайық. Құданың алда бас, қасына жан бас, құдағайдың алда жақ келеді. Дастархан басына үлкен тағам ет келеді дейді. Астырыңыз дәмді olsun ағайын. Көңілге жағар жақсы бір әнге кезек бергіміз келіп отыр. Бұл жолы әуезді әсем әнді жаңа Бәкеңнің бауырлары айтса, енді Эльвира ханымның бауырларынан бір тосын сый болғалы тұр екен. Эльвира ханымның бауырлары қайдасыздар? Бауырлардың әуезді әсем әні бар деп естідік. Естіп, кәдімгідей таң қалып. Не деген бүгін өнер адамдары жиналған, өнер адамдары жиналып. Эльвира ханымның бауырларының әні бар екен. Концертте екен әлі. Концертте екен, енді келеді екен. Концерттен енді шығады екен. Бұл кісі. Өзіміз онда қоңыр дауыспен айтып көрейік онда. Өзім маңдай бір әнім бар еді, сол әнімді айтып берейік. Репертуарымда бір әнім бар өзі. Бол көрдік томлардан, мамарлардан, сол менің ақшамның ақшаны, аулақта ауылыңнан дамылдаған менде бойла, самалым есіп өткен, менде бойла, нөсерді есі кеткен, менде бойла, өзіңді әр күн сайын, менде бойла, өзіңді менде бойла. Естідің бе аспанның күрсінгенін, сол менің саған деген тылсым демін. Ұйықтап жатса оянсын, оялсын, көміренген жанымды білсін дедім. Менде ойла, самалым есіп өткен, менде ойла, нөсерді есі кеткен, менде ойла, өзіңді әр күн сайын, менде ойла, өзіңді менде ойла.
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла өзіңді, мен деп ойла, мен деп ойла самал боп есіп өткен, мен деп ойла нөсерді есі кеткен, мен деп ойла өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла өзіңді, мен деп ойла. Сәлтай Бағырбек ханым, рахмет сізге. Әке қалайсың, әке, не істеп жатсыздар? Не істеп жатсыздар? Настроение жақсы ма? Отыр бір тамақ жеп алсаңшы. Болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болмайды. Отыр бір тамақ жеп алсын. Ал? Сіздің балаңызға бір ойыншық па? Болды ма, беремін? Сіздің балаңызға ше? Ер бала ма? Ер бала ма? Топ берейік та? Топ берейік. Самокат беремей ме? Самокатты беремей ме? Битсеңізші. Сіз қазір битіңізді. Мен яққа керем да. Тыңдасам. Дұрыс қой, қазір мен битем. Яққа шығамда шабала, ғанамын деймін. Сіз сөгізді бит білдіріп, яққа кетесіз бақым. Манастың тойы құтты болсын! Bir samokат қайда? Жоқ, сол күйі жоқ. Қыз ғой енді ол кісі. Мәген қарындасы. Қыз ғой енді. Қыз қонақ, қыз мейман, қыз тілеулес. Оның үстіне қыз тыныш кеткен жақсы. Бауырымыз келді ма? Эльвира ханым, бауырымыз келді ма? Кеп қала ма, құдай қаласа? Құрметті той сүйер қауым, қазір барлықтарыңызға белгілі, бізде қазақ эстрада жұлдыздары көбінесе қазақтың емес, шетел композиторлардың әндерін орындап жүр. Оған дәлел әндеріміз өкінішке орай өте көп. Енді барлығымызға түсінікті болсын, бір ән тыңдап көрейікші. Кез келген бір ән қойып тұршы. Басталма уже ма? Қандай ән бұл? Қандай ән еді? Ау? Еліңіз қанау? Елейтен құдай. Қызылөрік. Бұл әншіңізді біз қуандық тойларда биледік. Қызылөрікті мен қателеспесем, Қызылөрікті Ернар Айдар айтты, дұрыс па? Ернар Айдар айтты. Сөйтіп, ау? Абай Беги, жоқ, Абай Беги ана нені айтты ғой, аспанға қарайым дегенде. Ау? Қызылөрікті Ернар Айдар айтты ғой өзі. Кім? Кім? Алтынбек Келгеней, е? Асылбек Ергеней ма? Жарқынбек Жегеней ма? Кім? Толқынбек Келгеней ма? Мақұлбек? Заттыбек? Алтынбек? Сіздің артынан қомдың атын қалдым. Бере беріңіз призіңіз. Ақылбек Жамени. Теменик. Доминик. Ал? Ақылбек Жемени. Ғаділбек Жемени ғой? Ғаділбек Жемени екен. Не дейсіз? Өзің Ақылбек, не дейсіз? Жоқ, негізі Ақылбек Жемени айтты, дұрыс. Мынасын ала беріңіз. Жоқ, дұрыс, Ақылбек Жемени айтты. Ау? Жоқ, самокат беретіндей емес бұл негізі. Шыли самокат беретіндей болып атқан жоқ бұл жерде. Ау? Аршайдыңыз самокат берсін. Жоқ, самокат берем, бірақ қазір емес. Бір айналып келші сіз, берем сол кезде. Ау? Билеп берем. Жоқ, билеп. Жоқ, билеп бергенде әпшем қандай ғой, есіміңіз кім? Бақытгүл, Манастың нағашы жеңгесін. Бақытгүл әпше, бүйтейік, мен сізге самокат берем да, бірақ қазір паленый болып қалады да. Бәрі қарап тұр қазір бізге ше. Сіз қазір бір айналып келіңіз,
мен осы самокатты сақтап сізге бақыт пен әпшейдің самокаты деп тиіспеңдер деп ұрсып тұрамын ақын әпше. Шынымен ал? Уәде ма? Уәде мен. Адамның артына уәде бер. Уәде мен бақыт пен әпшейдің самокаты тиіспеңдер деп айтамын ақын әпше. Жайым әпше. Еш уайымдамаңыз әпше. Сор болды ол самокат. Кіші лашықты кіпіге көрмекші. Білмеймін ғой, қайтарда таксимен емес самокатпен орайын деген шығар. Бір нәрсеге керек болып тұрған той бір нәрсеге керек. Құрмет той серік ауыл. Ақылбек Жеминеден кейін басқа әншілерге ақыл кірмеді, шетелден ән ұрлауларын тоқтатпады. Біз сіздерге сол ұрланған әндердің түп нұсқасын оригиналын қоямыз. Қазақстанда сол әнді кім айтады және де әннің атын тапсаңыздар болды. Енді шынымен басталды, кеттік. Келе жатыр, келе жатыр. Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Есіміңіз қай жағынан? Нағашылар бізде. Тікелей байланыстан Муниса ханым әннің аты орындаушысы? Бүркіт пен Айша Тау-Тау. Бүркіт Айша Тау-Тау дейді. Тыңдап көрейік. Муниса ханым! Алас кете білесіз. Алай оғымызға келесі ән кеттік. Bir defa aşktan soğuyunca muhtemelen çok zor. Bir daha sevmek istemiyorsun. Hele sende aşk değil bu çok kurallı bir Әбіргі шамылгөрді. Есіміңіз қай жағынан? Нұрәлі болды, Жезухан болды. Мана сіздің Жезухаңыз. Жезде емес, Жезухан. Жезухан. Жездеден көрі Жезуха дұрыс. Әннің аты орындаушысы? Әлшер Каримов айтады. Аспасаш Қаншер Каримов дедіңіз ба? Әлшер Каримов. Каримов, Ислам Каримов деп тұрған жоқ па сіз қазір? Әлшер Каримов. Ол қайтыс болып кеткен ғой, Ислам Каримов тірі ма? Білмеймін оны, Әлшер Каримов айтады. Ислам Каримовтың не қатысы бар? Оны білмеймін. Білмеймін ғой, түсінбей тұрмын ғой, не болып кетті өзі? Ән не болды? Әнің атын ұмытып қалдым екен. Сол мен де ұмытып қалдым ғой, не болды өзі? Сіз негізі үш көмек қолдансаңыз болады. Залдың көмегі, досыңызға қоңырау шалу немесе елудегі көмектер бар. Қандай көмек қолданасың? Залдың көмегі. Залдың көмегі, залға шалға бір қойыңыздар! Залды шапалақтан басқа көмек бере алмайды, сонымен қалай болды деген бұл? Var mı gelsin, yok mu gelsin? Bana not de... Elvira айтқан, менің төргінім подарксыз қайтпасын деген. Барынша көмектесін. Ау? Қандай дейсіз? Самокатты мен тұңғышыма бере салмадыңыз ба? Жаңағы менің балам ғой. Қойшы. Ана самокат өртеп жібереміз. Самокатшы. Сор болды. Енді естесек болады. Самокат түсімізге келеді болды. Жоқ, мына нелерді құртайықшы бірінші. Майда шүйделерді құртып алайықшы. Жинамайды манаған өзімде. Абайлаңыздар, келесі ән кеттік.